Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 12-ші күні ауыз ашарға осындай борщ көжемен алма бәлішін пісіретін боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді қуырып, жақсылап тұрып осылай араластырып бәрін қуырып аламыз. Мінекей осылай етіміз жақсы қуырылды. Енді үстіне сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып, дәміне қарай бұрышын, тұзын салып, сарымсағымыз жұмсарғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне бір қасық томат пастамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Одан кейін үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді, картопымызды, капустамызды салып, тағы да бір қайтара араластырып алып, баяу отта бетін жауып, капустасы бәрі басылғанша пісіреміз. Мінекей осылай араластырып тұрамыз арасында. Мінекей капустамыз бәрі басылып кішірейді. Енді үстіне 2-2,5 литрдай су құямыз. Су құйғаннан кейін барып, үкіштен өткізілген қызылшамызды қосамыз. Сонда қызыл өзі сөлін сорпасына жақсы шығып, қайнағанда жақсы шығатын болады. Сорпамыз қып-қызыл болып. Одан кейін лавр жапырағын қосамын, дәмін шығару үшін. Менде тұзы аздау екен, үстіне біраз тұзын қосып, араластырып, бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей сорпамыз қайнады. Осылай бір араластырып жіберіп, тұзын көреміз. Бәрі жеткілікті болса, баяу отта қақпағын осылайша қисайтып жауып, 1 сағаттай пісіреміз, көкөністері піскенше. Ендігі кезекте алмалы бәліш дайындайтын боламыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, қант, кішкене тұз, бәрін жақсылап миксермен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластыру керек. Одан кейін ванилин қосамын. Қоспасаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Одан үй температурасындағы сары майды қосам. Бәрін жақсылап араластырып, нан соусын уксуспен көпіртіп қосамыз. Тағы да араластырамыз. Одан кейін илегіштен ұнымызды өткізіп, ұнды 2 бөліп өткіземіз, қосып миксермен жақсылап араластырамыз. Достар, сіздерге осы видео ұнаған болса, сіздерде жасап көргілеріңіз келсе, осы видеоның астында описанияға жазып кететін боламын, құрамын. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін, осындай домалақ формамызға астына пергамент қағазын немесе фольга төсесеңіздер болады. Шеттері жабыс қалмау үшін кішкене майлап жібересіздер. Жан-жағын осындай салмамызды құйып, алманы осылайша бетіне қойып шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бәлішіміз дайын болды. Шетін осылайша әсемдеп, қант ұнтағымен осылай әсемдеп қойсаңыздар болады. Шетінен кесіп көретін боламыз. Қыздар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жұп-жұмсақ, нәзік. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өздеріңіз қолдауларыңызды білдіріп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.